Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше рецептпен балды тауық қанаттарын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе балалар сүйіп жейді. Бір жұмыртқаға салқын суды құйып, үстіне ұнаған дәмдеуіштерді қосамыз. Ұнды және разрыхлительді қосып, венчикпен біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Үстіне тауықтың қанаттарын осылай екіге бөліп саламыз және ұнға бір аунатып, қызып тұрған майда орташа отта сарғайғанша асты-үстін аударып, қуырып алатын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді мен описанияға қалдырып кететін боламын. Барлығын осылай сарғайтып, қуырып алғаннан кейін соусын дайындайтын боламыз. Бір ас қасық сұйық майға чеснокты салып, қуырып аламыз. Үстіне кетчуп және соя тұздығын құямыз. Және чилиді қостым. Ерекше дәм беріп тұрады. Оны қоспасаңыздар да болады. Шамамен 1-2 минуттай қуырамыз да оттың астын өшіреміз. Үстіне қант және балды қосамыз да араластырамыз. Олар ерігеннен кейін барып піскен тауық қанаттарының үстіне салып, асты үстін айналдырып, осы соуста айналдырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосам десеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.